Ғалам өлшемінде адам өмірі дегеніміз не? Сонау ықылым заманнан бері тіршілік иесінің дүниеге келіп, өмір сүріп, қайтыс болу үрдісі үздіксіз жалғасып келеді. Халқымыздың бұл дүние қасқағым сәт, көзді ашып жұмғанша өте шығар деуінің астарында осы ғаламдық қағиданың формуласы жатса керек. Сонау ықылым заманнан тіршіліктің айнымас заңы осы. Қамшының сабындай ғана қысқа ғана ғұмырында адам баласы өнегелесімен, көркем мінез, салихалы ой өрісімен айналасына шапағатын төгіп жүруге талпынуы тиіс. Көкем жан дүниесі сондай кең, өзі мейірімді, ашық, әр саладан білімді еді. Елде сыйлы. Папам мен көкемнің арасы 24 жыл. Жалғыз інісі ғой. Сонда папам өте жақсы көретінді. Көкемді еркелететінді, атамды еркелететінді. Бірақ оған қарамастан көкем еңбекқор, қарапайым болып өсті. Орында бар оңалады дейді. Артында мына бала шағалары, ұрпақтары бар, немере шөберелері, балаларына сондай білім беріп, тәрбие беріп, өсіріп, өндіріп, үй қылып, барлық жағдайын тауып, тудырып, сөйтіп кетті, жасап кетті. Он настоящий был интеллектуал и как журналист. Все остальное, разумеется, он и принимал активное участие в жизни района, во всех мероприятиях никогда не отставал. Но любые положительные качества, которые есть у человека, можно сказать, они в обязательном порядке были у Қабдол Нұрғажиновича. Ешқандай өкпеміз жоқ, Құдайға шүкір, 82-ге келді, 5 баланы үйлендірді, 5 баланың немере сүйдік, шөбере сүйдік. Құдаларымның бәрі жақсы, ризамын, Аллаға ризамын, басымды иемін. Тек қана мынау енді кішкене жүре тұру керек еді. Әкемен сондай общительный адам болды, мудрый адам болды. Ешқашанда бос сөз сөйлемейді, тыңдап отырады, өзде әңгімелерді жақсы айтатын журналист қой енді. Қабдол Нарғожаұлы Торғай өңіріне танымал, қаламы қарымды тілші, журналист. Саналы ғұмырын атқарушы билік пен қоғам арасында дәнекер болуға арнап, қоғам тамырын дөп басып, әркез таным биігінен көрініп отырушы еді. Өзінің ізін басып келе жатқан іні қарындастарын оқу білімге баулып, соларға үлгі бола білді. Мектепте оқығанда, не сұрасаң, бәрін айтып береді. Біздің сұрақтарымыз көп, мынау неге қалай, анау қалай, астрономия болса, тарих болса, физика, математика, барлық салалардан, барлық сұрақтарға жауап беретінді. Сонда мен ойлайтынды, осы көкемнің білмейтіні ештемеде жоқса, бәрін біледі. Еліміз тәуелсіздік алған 90-шы жылдары Қабдол Нарғожаұлы қалың бұқараны бірлікке шақырып ұйыстыра білді. Ұмытыла бастаған салт сананы жаңғыртып, елдікке шақырды. Дініміздің асыл дін екенін, кешегі солағай саясаттан кейін дініміздің алшақтап кеткенін қайтадан дәмнің балдай дәм татқы үшін осы ақпарат керек болды. Сол ақпаратта жанашыр ұлтжанды Қабдоладай ағамыз болғанына Аллаға шүкір дейміз. Ел тәуелсіздігінің алғашқы 10 жылдығы халық тұрмысына ауыр тиді. Нарықтық экономика жүйесіне көшудің күрделі трансформациясы, жан-жақты оңтайландыру саясаты қалың бұқараға салмақ түсірді. Еліміздің әкімшілік құрылымы да өзгеріске ұшырады. 97 жылы район редакция жабылды. Содан кейін 98 жылы мәслихатқа жұмысқа шақырды. Одан кейін отағында істеді. Сөйтіп жүріп пенсияға шықты. Қабдол Нарғожаұлы Ұзынкөл аудандық мәслихатының 2-ші шақырылымының хатшысы болған кісі. Мен сол кезде Қостанай облысының мәслихатының депутаты болдым. Ағам мені үйреткен, ағамнан көп тәжірибе алған кісімін. Қандай депутат болу керек, қалай істеу керек, соны үйреткен кісі. Бірге сессияға барып жүретін бізде. Ағамыз өте адамгершілігі жоғары кісі, үлгілі болатын кісі. Бізге сол интеллигентный болып жүрген кісіге үлгі алған біз. Қазір біз Ұзынкөл ауданының мәслихатының энциклопедиясын шығардық. Соның ішінде ағам туралы 2-ші шақырымның мәслихаты туралы жазған шығарма бар. Қабдол Нарғожаұлынан тараған ұрпақ
әкесінің салған сара жолын жалғастырып, әрқайсысы өмірден өз орнын тауып, қоғам ісіне араласа бастады. Әке шешеден көрген тәрбиесі, өнегелі ұрпақтың кепілі. Осы күні Қабдол Нарғожаұлынан тараған ұрпақ әрқайсысы шаңырақ көтеріп, үйлі баранды болды. Атаның өнегесі сол, құда жекжаттың туыстық қарым-қатынасын ұмытпай, үнемі дәріптеп келді. Ендігі оның ұрпағы да осы өсиетті өздерінің бала шағасының құлағына құйып келеді. Құда мерім әдемі кісі болды. Ылғи біз екеуміз кездескенде сіз бізбен амандасып солай жүреттімізде. Ол Құдайдың ісі ғой енді. Осындай кісімен мен танысқаныма өте қуанамын. Енді ол өте жазушы болды ғой. Көп нәрсені көрді. Құдағи енді мықты болсын. Балалардың қызығын көрсін. Құда көрмеген қызығын көрсін. О кісі менен өзі 30 жыл үлкен. Осы оны қарамай, сол кісі мені құда деп мықты сыйлайтынды. Сол кісі енді осы дүниеден аттанып кетті. Сол кісі енді бізге өзі жетіспейді. Сол жатқан жері жарық болсын, топырағы торқау болсын. Қабден құданы 30 жылдай білемін. Неге десеңіз, ол бір жағынан біздің Қанжығалдан, рулары Қарасай, біздің руымыз Бәубек. Менің былай қарағанда ағам сияқты болды. Менің өзімнің сүйегім Арғын Жұмағұлмын, етім Қанжығалы Бәубекпін. Сондай өте жақсы кісі, балаларды жақсы тәрбиелеген, балалар да өз жөндерін бәрін біледі. Сонда ризамын осындай құда болғаныма. Бірақ мен ойлаймын енді, әкеміз өте жақсы өмір сүрді. Жақсылықты көрді көп. Қандай мықты ағасы болды, қарындастары. Бәріміз негізі біздің семьяларымыз, Найзабек пен Нарғожа, өте жақсы араласып тұрдық. Әкемізді өте құрметтейтін, осы екі әулеттің басында әкеміз тұратын, өте бәрі сыйлайтын, жұмыста да, Ұзынкөл ауданында тұрғанда да әкемді қатты сыйлайтын адамдар. Қабдол Нарғожаұлы досына адал, туыстарына жақын, ашық жарқын келбетті, сом тұлғалы кісі болған. Қайда жүрсе де жақындарына қамқор болып, бәрін қанатының астына алуға тырысатын. Осы асыл болмаса, өзін үнемі еске алып отыратын дос жаран, туыс туғанның жадау көңіліне медеу. Ну, мне бы хотелось, чтобы его дети были похожи на него, были такими умными, как папа и мама. Ну и побольше таких интеллигентов бы сейчас надо. Қабден шіркін әркімге өзінің бір қадірлісі бар ғой. Жолдас аз болған жоқ, мен оған кедей болған жоқпын. Ал Қабден артық болды. Өйткені сондай көршілес болдық, туыстас сияқты бірімізге деген шын пейілді, ақ көңілділік болды. Қабденді қайтейін, қолға жетпейді, қазір кетті. Прошел год, мы поменем, скажут другие. Қабден очень общительный человек. Ранее как-то он завел, как будто всю жизнь здесь жил. У него друзья, с семьями дружили, в районе практически в округе он как-то вошел. Как будто он всю жизнь с этими работал вместе. Общительный человек был. Ол кісілермен өмірден өтіп кеткен болса да, өзіңіз міне соны келіп болсыз, мешітті міне халықтың қолдап, Алла нәсіп қып, осындай дәрежеге түскен сол ағаларымыздың бірі, аталарымыздың бірі осы Қабдол ағамыз. Ол кісіге Алла разы болсын. Әрбір сол кезде істеген амалдарын Алла сауаптан жасын, жатқан жайлы, топырағы торқалы, иманды болсын. Ұзынкөл ауданындағы Қабдол екеуміздің қызметіміз айтсақ көп, екі үйдің бірі болып сыйластық. Бір нанды бөліп жедік, бірімізсіз біріміз тамақ ішпейтін жағдайда болдық. Қабдолдың топырағы торқалы болсын, иман жолдас болсын. Артына қалған Тамара енді сол бала шағасының немерелерінің қызығын көре берсін, шөбере көрсін. Енді қазір өте ризамын. Қабденнің балалары өз орындарын тауып, мінекей біреуі журналист, басқа да өз қызметтер атқарып жатыр. Өте ризамын. Сол балаларына айтатын, болашақтары жақсы болсын, ғұмырлы бақытты болсын. Осылай әке сияқты туыстарын іздеп, бірін басын қосып, жастардың. Адам айтады ғой, адам жақсы болса саған да жақсы адам қасында болады деп. Достары да, ахат
ағамыз бар. Көбісі қайтыс болды ғой енді. Туыстарында мынау Алексей ағамызбен жақсы араласты екеуі. Сол жақсы өмір сүрді. Қазір, конечно, әкемізсіз қиын деп айтуға болмайды, бірақ жетіспейді. Әке шешесі болмаған әкең кетіп қалған не болып қалады екенсің, жетім сияқты. Ол кезде ойламайсың ғой кетіп қалады деп. Қасында жүр. Содан енді мына шешеміз қасымызда, сол кісі ауырмасын, соны ғана Алладан тілеп отырамыз. Қанша адам болса, сонша тағдыр бар. Әр адамның өз орбитасы болады. Самғар биігі, шығар шыңы да әрқилы. Әйтсе де, бұл адамзат жолының мәнін өзгертпейді. Адам баласының мақсат мұраты жер бетіндегі сауапты ісімен із қалдыру. Сонда жақсы есімің ел жадында мәңгі қалмақ. Ғалымның қаты жақсының аты өшпейді дейді қазақ. Қабдол Нарғожаұлының ұлағатты ғұмыры, ғибратты ісі ұрпағына аманат. Өмір кергін бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған.